Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметіміз сауат ашу негіздері. Ұйымдастырылған оқу қызметін бастамас бұрын жаттық шеңберін жасап алайық. Үлкенге де сіз, кішіге де сіз, барша жанды құрметтеп бас иеміз біз. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметіміздің тақырыбы цеп-цеп қалай ауырды ц дыбысымен әріпті. Ұйымдастырылған оқу қызметінің мақсаты тілдің дыбыстарын естіп қабылдау, оларды сөздер ішінен бөлу және сөзсіз жеке айту. Балалар, өткен ұйымдастырылған оқу қызметінде біз қандай әріппен таныстық? Қане барлығымыз есімізге түсірейікші? Әрине ол ё дыбысы. Балалар, ё дыбысы қосарлы дауысты дыбыс, ал бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметімізде біздер ц әріпімен таныс боламыз. Балалар, бұл ц әріпі. Ц дыбысы қандай дыбыс? Балалар, ц қатаң дауыссыз дыбыс. Ц дыбысы орыс тілі арқылы енген кірме сөздерде кездеседі. Бұл ц дыбысының жазба түрі. Ц дыбысы кездесетін сөздер: циркуль, цифр, цемент, цех, цирк. Балалар, бұл аталған сөздердің барлығы қай дыбыстан басталып тұр? Әрине, ц дыбысынан басталып тұр. Ал енді балалар, әліппе дәптеріміздегі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырма: Қоқи балапанына ас дайындады, ал цеп-цеп асын ішпеді. Ол кешке циркке баратынын ойлап қуаныштеді. Анасы жұмысқа кетті. Ал цеп-цеп болса, жаңбырға қарамастан шалшықты кешіп, аулада әрі-бері жүгірді. Балалар, бұл мәтінде біздерге ц дыбысынан басталатын қандай сөздер кездесті? Балалар, ал енді үшінші суретке қарап отырып, ертегіні өзіміз аяқтаймыз және де аналарымыздың көмегімен маған жолдаймыз. Екінші тапсырма: суреттегі сан атауларын өз суретіне қарай оқы. Балалар, сандарды жазу үшін керек таңбалар цифр деп аталады. Балалар, цифр сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз. Келесі тапсырма: балалар, бұл циркуль. Циркуль сөзінде естілетін ц дыбысының қай буында екенін табамыз. Ал енді балалар, сергіту сәтін жасап алайық. Кері-берік жемісін сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің думан тойыңның әнін естіп, есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан достым. Жарайсыңдар балалар, ал енді үшінші тапсырма: ц әріпімен таныс бол. Төртінші тапсырма: ц әріпін құрастырып жаса. Балалар, ц әріпін жасау үшін ермексазды пайдалансақ болады. Балалар, келесі тапсырмада ц әріпі берілген. Осы ц әріпін бастырып жазамыз. Ендеше біздің бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметіміз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.